Сәлем, менің құрметті оқырмандарым, маған тіркеліп әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Бір ауылдың түлектері Дәурен мен Назымның жоғары оқу орнын бітіріп, диплом алғандарына бір айдан астам уақыт өтті. Университет қабырғасында жұбы жазылмаған екі ғашық той мәселесін қозғап, әке-шешелерімен ақылдаса бастады. Назымның жалғыз әжесінен басқа жақын ешкімі жоқ. Әке-шешесі тым ертеде жол апатынан қайтыс болып кеткен еді. Сондықтан бар жауапкершілікті Дәуреннің әкесі Жарылғап пен анасы Бижамал қолға алған. Келіндеріңізді алдын ала таныстырып қояйын деп Дәурен жазғы демалыста курстасы Назымды үйге ертіп әкелген. Әжесінің қолында өскен Назым салт дәстүрді білетін ибалы, тәрбиелі келін болатыны алғаш танысқаннан бастап-ақ байқалған. Дәуреннің әке-шешесіне иіліп сәлем беріп, Бижамалға дастархан жаюға көмектесіп, осы үйдегі үлкен-кішінің көңілінен шықты. Ең аяғы осы үйдің кенжесі Гүлжамалға дейін Назымнан сыйлық ретінде әдемі сөмке, орамал алып, мәз-мейрам. Сөйтіп Дәурен жоғары оқу орнын бітіргелі тойға дайындалып, қарбалас жүрген. Назым аудан орталығындағы дүкенге барып, қалыңдық көйлегін сатып алуға кеткен. Тосын хабар бүкіл ауылды есеңгіретіп жіберді. Назымдар отырған такси тежегіші істемей қалып, қарсы келе жатқан жүк машинасымен соғысып, жол апаты орын алыпты. Назым ауыр халде, ал такси жүргізушісі тіл тартпай кеткен көрінеді. Аудандағы ауруханаға келген соң дәрігерге жолығып, Назымның жай-күйін білгенше Дәуреннің тынысы тарылғандай болды. Назым ауруханаға өте ауыр халде түсті. Әйтеуір, аман алып қалдық. Аяқтарына күрделі ота жасалды. Қазір дәрігерлердің бақылауында. Егер беті бері қараса, ертеңдері жай палатаға ауыстырып, емдеуді жалғастырамыз, деді дәрігер. Дәурен мең-зең мына тосын хабардан есеңгіреп қалғандай есін жия алмай, үйге ұнжырғасы түсіп келді. Дәуреннің әке-шешесі мына қайғылы хабарды жұрттан естіп алыпты. Содан тура 3 айдан соң ғана достары Назымды ауруханадан қоларбаға таңып шығарып алды. Күн сайын палатаға келген Дәуренді көргенде Назымның көзіне мөлтілдеп жас толып, Дәуренге қатқылдау тіл қататын. Дәурен, мен енді мүгедек болып қалдым. Саған ешқандай өкпем жоқ, тағдырдың басқа салғанына көнем. Аяқ, қолы сау басқа қызға үйленсең қарсы емеспін. Бұдан былай менің жүрегімді жаралап, маған келмеші деп сан рет қиыла өтінген. Жол апаты болғанына сен кінәлі емессің, мені неге көргің келмейді, ал мен бар өмірімді саған арнағым келсе ше. Жоқ, мен сенің мүгедекті бағып, өміріңді қор қылуыңа жол бере алмаймын, мен сенің бақытты болуыңды қалаймын. Қалайша түсінбейсің, Дәурен? Егер менің бақытты болуымды қаласаң, жаңағыдай сөзді айтпа. Менің бақытым сенсің, Назым. Деп сабырлы жауап беріп сөзін жалғастырды. Егер сенің орныңда мен болып, дәл осылай екі аяғымнан айырылсам, сен мені тастап кетер ме едің, Назым? Жоқ, әрине. Бірақ ондай жаман сөз айтпашы, аман болшы, жаным. Демек, мен де сені тастап кете алмаймын. Бұдан былай бұл туралы айтудың қажеті жоқ. Мен шешімімді өзгертпеймін. Дәурен достарымен бірге Назым отырған қоларбаны таксиден жайлап түсіріп, әжесінің үйіне әкелді. Күн сайын келіп, қоларба мен бақ ішінде қыдырып, Назым екеуінің бақытты ерлі-зайыпты болатынына сендіріп бақты. Дәурен, мен де сені сүйемін, бірақ саған өмір бойы масыл болғым келмейді, деген бірде Назым. Мұндай сөзіңді естімейтін болайын. Сен маған масыл емессің, сен менің бағымсың. Деген Дәурен екеуі сол күні бақтан көңілді оралды. Ертеңіне Дәурен әке-шешесімен той жайлы қайта сөйлесуді жөн көрген. Көке, мен Назымға үйленем, екеуміз жоғары оқу орнын бітірген соң үйленіп, үй болуға уәделескенімізді өзіңіз білесіз. Университетті бітіріп, диплом алдық, ендігі мақсатым сүйген қызым Назыммен қосылып, отбасын құру. Ұлым-ау, өмірлік жар таңдау оңай емес. Жақында болған жол апатынан кейін Назым екі аяғынан бірдей айырылғанын білесің. Сөйте тұра, райыңнан қайтпай, әлгі мүгедек қызға үйленем деп қоймайсың. Мұның қалай? Мүгедек қызға үйленіп, өз өміріңді қор қылмақсың ба? Болашақ келін, сенің болашақтағы ұрпағыңның анасы болатынын естен шығарма, балам.
Көке жазмыштан озмыш жоқ демекші, ол тағдырдың маңдайға жазуы, кездейсоқ апатқа ұшырағанына, сөйтіп мүгедек болып қалғанына Назымның ешқандай жазығы жоқ. Университетте оқыған 4 жыл бойы жұбымызды жазбай жүрдік, енді жол апатына түсіп, мүгедек болып қалғанда қашып кетпекпін бе? Егер мүгедек болып қалды деп мен теріс айналсам, ол өмірден түңіліп кетпей ме? Қайта басына қиындық түскенде оған демеу болайын, қиындықтан тайсалмай үйленейін деп бел будым, көке. Қайталап айтамын, ұлым. Сенің болашақтағы балаларыңның анасы, менің келінімнің мүгедек болғанын қаламаймын. Көке, қиындықтан қашпа, сүйген адамыңды аялап сыйла, екі сөзді болма дегенің қайда. Сүйген жарыңмен қуанышты да, қайғыны да бөлісу керек деген сен емес пе едің, әке. Енді жол апатынан кейін екі аяғынан айырылған Назымды тастап кетсем, жігіттік ар намысын қайда. Қатып қалған қағида жоқ, өмірде түрлі жағдайлар болады демеп пе едім. Бұл дүниеде Назымнан басқа қыз құрып қалып па? Қыздар көп екенін білем, бірақ мен олармен сөз байласқам жоқ, тек сүйген қызым Назымға уәде бергем, сол сөзімде тұруым керек. Егер ол қызың сені шынымен жақсы көрсе, мүгедек бола тұра саған тұрмысқа шығып, саған масыл бола қоймас. Иә, Назым мені үйленуден айнытпақ болған, бірақ мен қиындықтан қашпаймын, көке. Не де болса Назымға үйленіп, оны бақытты еткім келеді. Бақытты болуға лайық қыз. Сонда ол қызды бақытты ету үшін жас өміріңді құрбан етпексің бе, ойланшы, ұлым-ау. Иә, мен көп ойландым, көке. Ақыры Назымның мүгедектігіне қарамастан үйленуге бел будым. Маған Назымнан басқа қыздың керегі жоқ, түсінемісің, көке? Мен Назымды жан жүрегіммен жақсы көрем. Дәурен, ұлым, неге айтқаныңнан қайтпайтын адамсың? Мейлі, айтқан ақылдалмасаң, білгеніңді істе. Бірақ кейін бармағыңды тістеп өкініп жүрме, балам. Ендеше, мен Назымға уәде бергем, сол уәдемде тұрып келесі айда үйленем. Мейлі, өзің біл, бірақ екі аяғы жоқ мүгедек қызға үйленіп кейін өкінесің. Бірақ ол кезде кеш болады, балам. Жоқ, өкінбеймін, өйткені мен оны сүйем, көке. Сүй, күю деген бос сөз. Мейлі, өз обалың өзіңе. Тойға дайындалайық, көке. Деген ол орнынан ұшып тұрып бір шешімге келгендей әкесін қапсыра құшақтады. Менің басым ауырып тұр, өз шешіміңнен қайтпайтыныңды шешеңе айт, келіннің мүгедек екенін біліп, қатты қуанар деген әкесі кекесімен мырс етіп, ұлының жөн сөзіне көнбегеніне ашуланып, шыдамай үйден атып шықты. Дәурен анасына бұл ойын айтқанда, анасы ботадай боздап жылады. Байғұс балам-ау, жас өміріңді қор қыласың ғой. Асықпай ойланшы деп көз жасын көлдетті. Сол жылы Дәурен айтқаннан қайтпай Назымға үйленді. Оның тойына шақырылған адамдардың таңдай қағып, таңғалмағаны жоқ. Ойпыр-ай, жоғары оқу орнын бітірген соқталдай азамат. Не басына күн туып, мүгедек қызға үйленді. Біреудің жалғыз қызы болған соң кәрі әжесінің байлығына қызықты ма екен? Мұнда не сыр бар екен, ә? Мына мүгедектер арбасына таңылған қызға аяқ-қолы балғадай жігіттің үйленгені қандай сұмдық. Сірә жігіттің басын айналдырып сиқырлап алған ғой, әйтпесе бұл мүмкін емес, пішту, ертең айырылады. Көр де тұр, деп табалап бір-екі өсекші әйел беттерін шымшыды. Жастық өмірін өксітіп, бұл қай қылығы. Қол-аяқтары сап-сау жас қыздар толып тұрғанда, ешкім табылмағандай мүгедекке үйленгені ай. Мейлі, ертең өкінер, бірақ кеш болар деп жанашыр ағайындарына шейін дастархан басында өзара күңкілдесті. Дәуреннің анасы Бижамал жалғыз ұлы Дәуреннің үйленгеніне бір жағынан қуанса, екінші жағынан қатты толқыды. Мүгедек қызбен қосылып, бала сүймей екі тізесін құшақтап өтеме. Ұлым неге келешегін ойламады деген ой көкейінен кетпеді. Бірақ ежелгі сабырлы мінезімен тойдың жөн-жоралғысын жасап, сыр білдірмеді. Мейлі, өмір көрсетер. Мүмкін кейінірек қателескенін түсініп айырылысып кетер. Әйтеуір Алланың басқа салғанына көнерміз деп күйеуі жарылғапты да сабырға шақырған. Сонымен той өтіп күнделікті күйбең тіршілік басталған. Дәурен жас келіншегі Назымның асты үстіне түсіп, қолынан келгенше қас-қабағына қарайды. Кешке жұмыстан келе сала қоларбаны сүйретіп, үй маңындағы баққа серуенге алып шығады. Қашан көрсең де келіншегін жас баладай мәпелеп, үстіндегі киімдерін күн сайын ауыстырып, тамақтандырып бәйек болып жүргені.
Әке-шешесі осының бәрін көрсе де көрмегенсіп, ойларын сыртқа шығармаған күйлері томаға тұйық. Тәрізі іштерінен қашанғы бәйек болар, өзі-ақ мүгедек келіншегін күтуден жалығар деп ойлаған сыңайлары бар. Арада 3-4 ай өткенде мүгедек келіндерінің 2 қабат екенін білген Дәуреннің әке-шешесі бұған не қуанарын, не қайғырарын білмей дал болды. Айы күні жеткенше Дәурен келіншегін алақанына салып аялап, толғағы келгенде ауруханаға апарып, дәрігерлер мүгедек келіншектің ішін жарып алып, баған-есен дүниеге келді. Тұңғыштары балпанақтай ұл екен. Бижамал мен Жарылғап ұлан асыр шілдехана тойын жасап, баланың атын Арман деп қойды. Арманды бағып қаққан Бижамал немересінің Дәуреннен аумай қалғанына дән риза. Құдды сенің кішкентай кездегі суреттеріңнен айнымай қалған деп таңғалатын. Келін табалдырықтан аттағалы қабағын ашпаған Жарылғап атасына дейін жылышырай таныта бастады. Кейде кемпірі шаршағанда бесікті тербетіп қолқабыс жасайтын әдет тапты. Алғашында Дәуреннің мына қылығына қайран қалған көрші-қолаң, дос-жаран, туған-туысқандары да Назымның кішіпейіл, ақ көңілділігіне тәнті болып, кезек-кезек жарыса қонаққа шақырып, Дәурен мен Назымды қастерлеп төрге отырғызатын болған. Келесі жылы Назым мен Дәурен Германияға барып, Назымның аяғына протез жасатып әкелді. Енді ол ептеп өз күшімен таяққа сүйеніп жүреді. Күзде күйеуінің қарсылығына қарамастан ауылдағы орта мектепке жұмысқа орналасып, жоғары оқуды бітірген мамандығы бойынша жоғары сыныптағы оқушыларға тарих пәнінен сабақ беретін болды. Назымның сабырлы, жайлы мінезі кімді де болсын баурап алатын. Арада 2-3 жыл өткенде Дәуреннің әке-шешесі ұлының дұрыс шешім жасағанына көздері жетті. Аяғына протез жасатқалы Назым үй шаруасында дөңгелетіп әкетті. Ата енесінің асты үстіне түсіп бәйек болып жүргені. Келінжан, демалсаңшы, шаршаған шығарсың, бізге бола әуре болма деп ата енесі бәйек болады. Назым 2 жылдан соң тағы бір қыз тапты. 2 рет кесарева жасаған соң 2 баладан артық табуға болмайды. Бала күтімі оңай шаруа емес, әрі сіз мүгедек анасыз деген дәрігерлердің байламына қарамастан, арада 1 жыл өткен соң тағы бір ұлды дүниеге әкелді. 3 баланың әке-шешесі болған Дәурен мен Назымды бүкіл ауыл тұрғындары құрметтеп үлгі тұтады. Сырт жұрт көп нәрсені біле бермейді. Бірақ осы жақсылықтың қандай қиындықпен келгенін Дәурен мен Назым ғана білетін. Жол апатынан кейін 2 аяқтан айырылып, мүгедек болып қалғанда өмір сүргім келмеген. Сенің арқаңда дүниедегі ең бақытты әйел болдым, жаным деп оңашада күйеуі Дәуренге еркелейтіні бар. Бәсе ауруханаға барғанда менімен сөйлескін келмей теріс айналғаның сол екен ғой. Сөйтіп менен оп-оңай құтылғың келген екен ғой. Оның бола қоймас, мен сүйген қызымнан оп-оңай айырыла қоятын, бос белбеу жігіт емеспін деп Дәурен әзілшіні аралас қалжыңдай сөйледі. Біз қандай бақыттымыз, Дәурен, деген келіншегі күйеуін аялай құшақтады.